Макенов Әлімжан Өміржанұлы, Зерде жылжымалы мәдени сауық кешенінің меңгерушісі. Бүгін біздің қонағымызда Абзал Мұратұлы. Біздің бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы еңбек күніне арнайы өткізілмек. Ендеше құрметті Абзал Мұратұлы, бүгінгі енді осы Қарқаралы ауданында бір жақсы мына Керегетас атты үлкен шаруа қожалығын білеміз. Соны толыққанды өзіңізді таныстырып, және де сол жаңағы Керегетас шаруа қожалығының аты қалай толығымен таныстырып өтсеңіз. Рахмет Әлімжан. Менің есімім Қойдар Абзал Мұратұлы болады. Мен өзі Жұлдыз шаруа қожалығы Керегетас қыстағының басшысымын. Бұл енді Керегетас қыстағынан біз өзіміз шаруа қожалық ашып бастағалы бізге міне 12 жыл болды. 12 жыл, да? 12 жыл. Бұл Керегетас қыстағы Совет үкіметінің кезіндегі болған қыстақ. Совет үкіметінің кезінде бордақ мал ұстаған, ие ұстаған қыстақ болған. Сол қыстақ заброшенный болып қалып, ешкім қарамаған, етпеген, тоналып, светі бәрі тоналған, баздары бәрі сынған, үй бәрі быт-шыт болған болды. Ашыққанда дым жоқ. Дым жоқ, құр стенка ғана тұрды, бетоннан қаланған қабырғалар ғана тұрды. Соны 2013 жылдан бастап осы шаруа қожалығын ашып, сонымен осылай жұмыс істеп келе жатырмыз. Былайша айтқанда нөлден бастадық десек болады. Бұл енді оңай шаруа емес, көп жұмыстар атқарылды, көп жұмыс істелінді. Тәуба, қазір осымен осылай өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз. Қазіргі таңда 400-ден аса жылқымыз бар, өсіріп жатқан. Мынау кредит алып, несие, мал алып, асыл тұқымды үкіметтің көмегімен асыл тұқымды малдар алып, Гелифорд бар аудасын мал өсіріп жатырмыз, сиыр малын, ірі қара малын. Осы бір жыл бұрын қойға алдық. 1000 бас қой алдық. 1000 бас қой алып, міне қойды өсіріп жатырмыз. Аллаға шүкір, 4 түлік малдың 4-еуі де бар. Еңбек етсек ерінбей, қояды қарның тіленбей дейді. Еңбек жасап жатырмыз, жұмыс істеп жатырмыз. Тәуба, бәрі жақсы, жүріп жатырмыз. Шаруа қожалықтың аты Жұлдыз деген Жұлдыз шаруа қожалығы. Бұл Жұлдыз шаруа қожалығы алдында болған. Ол кісі істей алмады, ете алмады, содан сол біз ешқандай ештеңесін ауыстырмадық. Сонымен қалды. Керегетас деген ол Совет үкіметінен қыстақтың аты. Сол қалды Совет. Ешқандай затын ауыстырған жоқпыз, солай жұмыс істеп жатырмыз. Келешекте енді ойымыз бар, ауыстырамыз ба, өзгертеміз ба, енді бұл жерге еңбегіміз де сіңді, өзіміз де сіңдік. Келешек ұрпақтарымыз, әулетіміз, сол бәріміз сол жерде болып, сол жерде мекендесек деген ойдамыз. Енді мынау ағайын туған туысқан деген бар, мысалы сол көмек жаңағы недері үлкендеріңіз туралы. Үлкеніміз енді бұл істің бәрін біздің бәріміздің басымызды қосып осы іске тартпалап бізді үйретіп жүрген ағамыз Қойдар Ескендір Мұханұлы деген кісі бар, ағамыз біздің. Сол кісінің демеуімен, сол кісінің қолдауымен, сол кісінің тірегімен, жол көрсетуімен осы Қойдарлар әулеті бәріміз осылай өсіп жатырмыз. Бәріміз бір жерден тамақ ішеміз, бір жерден сол жерден қоректенеміз, сол жерден пайдамыз табамыз. Бүкіл әулет жасап жатырмыз жұмыс бұл жерде. Інілеріміз бар, ағаларымыз бар, қарындастарымыз бар, бәріміз соның басындамыз. Түсінікті. Бұл әулеттің, бұл жалғыз менікі емес, бұл бүкіл әулеттің жұмыс істеліп жатқан бұл жерде. Бәрі жаңағы ортақ жаңағы. Иә. Бұл бүкіл әулеттік. Жаңағы ағамыз қарап, жол көрсетіп, нұсқап, мынау былай, анау былай жолын көрсетіп, ақылын айтып отырады, сонымен бәріміз осылай жүріп жатырмыз. Түсінікті. Енді мына жұмыс құрылымы жайында, мысалы жаңағы қазір мұнда неше адам жұмыс істейді, жалпы сырттан қызметшілер, жаңағыдай жұмыскерлер аласыздар ма? Әр сезон бойынша сол туралы. Жалпы мына енді шаруа қожалықта қанша адам жұмыс істейді? Қазір осы уақытта, бүгінгі таңда бізде шаруа қожалықта 14 адам жұмыс істеп отыр. 14 адам жұмыс істеп отыр. 14 адамның зарплаталарын, нелерін бәрін етіп отырмыз. Оның ішінде өзі
інім бар, күйеу балам бар. Інім қасымда управляющий, күйеу балам управляющий малға қарайды дегендей солай уақытылы методпен жұмыс істейді. Бізге жұмыскерлердің бәрі Қарағанды, Теміртаудан келіп істейді. Мақын жақын маңайда жұмыс істейді. Ең тапшылық осы жұмыскерден қиналамыз біз. Қазір қай фермерден сұрамасаңыз, бүкіл фермердің проблемасы жұмыскер. Жұмыскерді істеп жатсың, қалай болып жатсың, не болып жатсың, не мал бағатын адам жоқ, не істейтін адам жоқ. Сонымен шөп шабатын қазір міне науқан жүріп жатыр бізде қатты. Тағы осындай тапшылық. Жұмыскер жоқ, механизатор жоқ, тракторист жоқ. Сол осы әулет інілеріміз, ағаларымыз бәріміз жабылып сөйтіп істеп жатырмыз. Қазіргі таңда 13-14 адам жұмыс істейді. 15 күн жұмыс істейді, уақытылы метод. 7 күнін демалып келеді. Вақтылы метод болса, онда жаңағы олардың төлемдері мысалы жоғарғы қаншада болды? 150 мың алады. 23 күн жұмыс істейді да, 30 күннен. 7 күнін демалады. 23 күннен кейін 150 мың ақшасын алып үйіне қайтады. 7 күн демалып келеді. Солай вақтылы методпен 6 жігіт жұмыс істеп жатыр. Бір-бірін жауып отырады, кезектесіп кетіп. Оның бәрі жаңағы Қарағанды, Теміртаудың жігіттері. Өзіміздің ауданымыздың жігіттері жоқ. Сол ақшаны сол өзіміздің жігіттерге бергенді біз де жақсы көреміз. Жұмыс істейтін адам жоқ. Енді сіздерге бір сұрақ, қазіргі заманның ағымында өзі қайырымдылық жағына қандай амалдар қарастырып жатсыздар? Біз енді жылда өзіміздің беретін зекетіміз бар, садақамыз бар беретін, ергеніңді айтпа дейді, нетпе дейді. Біз өзі Мартбек Мамыраев ауылында туып өскен адамдармыз, әкелеріміз, аталарымыз сол жақта туып өскен, бабушкамыз сол жақтікі, апам үлкен. Біз көбінесе сол ауылдың мектебіне, мектептегі балаларға, Ескендір ағамды бәрі біледі. Біз көбінесе сол жақта етеміз. 9 майда концерт өткіземіз жылда. Біз солай істейміз нелерімізді. Сосын мешіттерге көмектесеміз. Көп балалары үйлерге Көктастың басында 4-5 семьяларымыз бар, сол кісілерге жылда мал қылдырсын, мал өсірсін деп мал береміз. Білуге болсын деп әдейі сұрақ қойып жатырмыз. Енді осы біздің мынау шипасы мол Салмалкөл көліндегі өздеріңіздің жаңағы шаруаларыңызды бастадыңыздар ғой. Сол жайында бір-екі ауыз сөз қозғайық. Салмалкөл туралы айтып өтсеңіз. Салмалкөл туралы айтып өтсек, Салмалкөл өте шипалы, пайдалы, таза, сондай бір жақсы көл. Бұл да бір Алланың беріп отырған сыйы, жақсылап айтқанда. Соны біз көп жылдан бері ағамыз екеуміз былай өтеміз, былай қарап жүр. Біраз шомылдық та, біраз недегі бастағы біраз жаралар кетіп, сонан қой осы жерден осындай ашайық. Осы жерден керемет пайда көрмесек те, хотя бы бір елге шипасы тисін деп осындай аштық. Тәуба Аллаға жүріп жатырмыз ақырын. Кісілеріміз келіп жатыр, емделіп жатыр, рахметтерін айтып жатыр. Кейбір кісілер бар, біз бұлай істесек, мұндай сіздерге көмек жасасақ деген ниеттермен, ілтипаттармен, ұсыныстармен, мынаны бұлай істейік, мынаны бүйтейік, мынаны сөйтейік деп, ондай кісілер көп, үлкен кісілер келіп жатқандар. Көл өте керемет. Оны неге экспертизасына бәріне суын бәрін бергенбіз. Су өте пайдалы. Хлор, марганец, йод получен. Өте көп йод. Тозы көп. Таңертеңгілік тіпті йодтың иісі шығып тұрады көлден. Иә. Сондай істеп жатырмыз. Енді көп адамдар келіп нетіп жатыр. Бұл бірден. Екіншіден, мынау біздің ауданда осындай жаққа қарастап, кішкене бір қол ұшын созбалап, бір көмектерін берсе деймін. Осындай міне шипалы көл шипалы, осыған кішкене дамытуға бір қол ұштарын тигізіп итеріп келіп жіберсе жақсы болып кетер еді деп ойлаймыз. Біраз проблемалар бар ол жерде де, мысалы
жол проблемасы дейді, жер проблемасы дегенін айта берсе көп қой. Проблема айта берсе ешкім жұмыс істегісі келмей кетеді. Сондай шаруалары бар ол жерде. Самалгүлдің жаңағы мысалы жататын орны қанша орын бар, жаңағы қандай жаңағы услугалар дейміз ғой. Самалгүлде біз енді данный осы уақытқа дейінгі неміз полевой условия деп қойғанбыз. Ол тамақтарыңызды өздеріңіз істейсіздер. Өйткені ол жерде кухняға жаңағы неге ондай жағдай жасалынбаған. Бірақ ресторан жаңағы неге қарастырылған ыдыс-аяқ, енді ыдыс-аяқтар 10 үй салынды. 10 үй. Жаздық уақытта. Жаздық сезонный уақытта осы көлге түсетін күн ыстық уақытта салынған 10 үй салынды. 10 үйдің үшеуі трехкомнатный қылып салдық. Кухнясы отдельно, екі спальный отдельно. Әрқайсысында кухнялық жаңағы газ нелері бар. Бүкіл 10 үйде де бар, газы, ыдыс-аяғы, суы бүкіл 10 үйде де бар. Су тасымалды. Неше адам сыяды? Біреуінің ішіне 6 адам сыяды. Жақсылар енді нелеп өздерінің төсек орындарын, раскладушкасын несін алып келсе, 7 адам, 8 адамға дейін сыюға болады. Негізі қарастырылған нақты 5 адамға төсек орны, жататын жер бәрі қарастырылған. Төменгі жақтағы 6 үй ол 2 комнаталы. Кухнялар жоқ, үлкен 2 комната. Онда да жаңағы 6 адамдық орын. Сосын кейін тағы да 2 үй бар, олар 1 комнаталы. Бір 9 балка төсекпен, ана неге. Әртүрлі қарастырылған. Иә, әртүрлі. Енді әркім әрқилы келеді. Біреу ой жақсысын алсам деп келеді, біреу кішкене арзандауын алсам деп келеді, біреу 2 адам келеді, біреу 5 адам, біреу 10 адам келеді дегендей. Сонан кейін 3 кигіз үй құрылған. Кигіз үйдің ішіне бір 15-20 адамнан сыяды. Оның ішінде де ыдыс-аяғы, несі бәрі қарастырылған. Жаңағы жатуға және таңертең күндіз мысалы отыруға жеке алуға да болады. Күндізгі алуға болады, үйде де, кигіз үйде де мысалы таңертеңнен кешке дейін алады. Бұл су жарты күндікте. Келеді бір күнге бір күн целый деньги аламыз. Ол уже бір неге тәулікке. Оның бәрі қарастырылған, бүкілінің ыдыс-аяғы, суы, несі бәрі енді таза. Оны 2 жыл ғана болды істеп жатқанымызға. Кісілер келеді, етеді, үлкен кісілер келеді, жан-жақтан келеді, ол кісілердің бәрі мақтап кетіп жатыр. Тазалық жағынан, жаңағы судың жақсылығынан, елдің бәрі сол су деп келеді. Көп жақсы нелер айтып, предложениелер айтып кетіп жатыр кісілер. Енді мен айтам, жаңағы мысалы жеке тапчандар бар, алтыбақан бар. Одан бөлек тағы да бізде сахна құрылды. Билейтін орын, дискотечный орын бар. Сахна құрылды, концерт қоятын, өлең айтын ететін. Алтыбақандарымыз бар, айткеншектеріміз бар, 2 тапчан бар. Сосын 50-60 кісілік бір туған күн, және кішігірім құда шақыру дегенге ардап палатка көріп қойғанбыз. Ол да бар. Қазан, шашлык пісіретін, от пісіретін, тамақ пісіретін жерлер бәрі отдельно. Бәрі қоршаулы, отқа жаңағы өртке деген қауіпсіздігі бәрі сақталған ол жерде. Территориямызды бәрін жыртып, өрттен неден сақтанайық деп істеп қойған, қоршап бәрі істеп қойғанбыз. Магазин ашты басынан. Кейде анау жас балалар келеді, кішкентай мороженое жегісі келеді, не жегісі келеді, су ішкісі келеді. Соған ана кісілер келгенде жаңағыдай ұсыныс жасайды. Магазин қойсаңыздар, су қойсаңыздар, бір салқын, или андай бір тамақтан бірдеме болып қойсаңыздар, жетпей қалса сатып алатын деп. Сонан былтыр жылда біз сол жерге бір кішігірім магазин ашқанбыз. Солай жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы қосымша сіздермен басқа да бір пайда тапқысы келетін болмаса бір кәсіпкерлер жаңағы сіздердің қастарыңызға келіп жаңағыдай тағы да қызметтерді қоса бірге істеуге рұқсаттарыңыз бола ма мысалы? Біз енді алдағы ойымыз біздің енді ол жерге бір қазір енді үкімет тарапынан жер бөлімінен тарапынан жаңағы жердің мәселесін бізге кішкене шешіңкіреп берсе, бізде жердің мәселесі қазір 5 жылға ғана беріліп тұр. Біз сонымен ешқандай алысқа қозғала алмай отырмыз. Біз қазір салып тастасақ ол жерге, 5 жылдан кейін ол жерді басқа біреуге алып берсе, біздің салған затымыздың бәрі даладағы. Бізге осы вопросты жақсылап шешіп нетіп берсе, біздің әр жаққа қарағанда енді біз енді жоқ дегенде бір 2 этажный
үлкен зданиялар саламыз ба дегенбіз. Гостиничный комплекс. Дамытып, көркемдетіп, өсіріп, тоқтатамыз. Енді оның бәрін қазір міне келісіліп, нетіліп, шешіліп қойды. Тоқ мәселесімен, несімен бәрімен сөйлестік. Оған жаңағындай неден қорқып отырмыз. Енді мен жаңағы Самалгүлдің баяғыдағы үлкен кісілеріміз келіп шомылып, жаңағы кетпей жүрген жаралар өткендері туралы, денедегі ұзақ уақыт емделмей жазылмай қоятын жаралар туралы, Самалгүлдің емделіп кетіп жатқан туралы айтылған көп әңгімелерді естіген болатынмын. Енді сондықтан осы жердегі сіздердің істеп жатқан емдік шара, одан бөлек жаңағы өздеріңіздің осы еңбектеніп үлкен шаруашылықтарыңызды ұстап отқандарыңызға халықтың атынан да, біздің атымыздан да рахметімізді айтамыз. Тек әулеттеріңізде шаттық қуаныш бола берсін. Енді Самалгүлдегі біздің Зерде жылжымалы мәдени сауық кешенінің Самалгүлдегі ұйымдастырған концертін тамашаласаңыздар. Қазақ баласының қазыналы қара шаңырағы, алаш алыптарының алтын құндағы, толағай таланттардың кіндік қаны тамған, топыраққа қадам басқан қадірменді қонақтарымыз, айтулы асылдарымыздың келі қонысы, хан тарихы және мәдениет алтын ордасы саналатын қасиетті Қарқаралы жеріне, оның ішінде Саумалкөл жеріне қош келдіңіздер. Жер жанаты жұмақ мекенім, ауылым қазақтың алтын бесігі күре тамыры. Сан толқын ұрпақтың кіндік қаны мен маңдай тері тамған киелі мекені. Етпен сүйектен жаратылған жаратылыстың барлық иелері ауылын сүйетіні сөзсіз. Ауыл халқымыздың бойына нәр құятын алтын бесігі, ұлттық рухтың қуат алар қайнар көз емес пе? Ардақты ағайын, табиғат тіршілік көзі, аяулы табиғатсыз осы ғаламда өмір сүру, тіршілік ету мүмкін емес. Қарқаралының таудан сарқырап аққан өзеннің айналасында өксіген оттай жанған жануарларды көрудің өзі керемет көрініс емес пе? Жайқалып өскен түрлі гүлдер көзге өз кереметтігін сыйға тартады. Аспаннан күннің көзі түскенде жердің жүзі қуана қыбырлайды. Көлдер қойыннан ашса, қаңқылда болған жан жақтан қаздар қонады ардақты ағайын. Дұрыс айтасың, Қарқаралы табиғат мол байлық сыйлаған сарыарқаның бір бөлігі ғана. Қарқаралы табиғаты әсем қасиетті жер, сұлулығын Қазақстанның Швейцар мәңгі жасыл қарағайларымен, таза кәусар көлдерімен, сыңғырлаған өзендерімен, ертегідей шатқалдарымен және қайталанбас жартастарымен орналасқан. Қанша мақтасам да, Қарқаралы табиғатының әсемдігін, көркемдігін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Оны тек келіп көру керек, солай емес пе? Сәби көңіл жолдас ертіп қасыңа, сонда барда мінәжат қыл тасына. Көлге айналып бір пұшпағы аспанның ағып түскен Қарқаралы басында деп, ұлы ақынымыз Қадыр Мырза Әли жырға қосса, Шайтанкөл ғашықтар мекені деп Серік Ақсұңқарұлы әнге қосқан. Қасиетті де киелі жұмбақ құбылыс, әсем Шайтанкөл өзінің табиғи жаратылыс ерекшеліктерімен ертеден әсемдік пен сұлулықты қастерлеген. Расында, құпиясын бүгіп жатқан Қарқаралы тек сырын түсіне ұғына білген жандарға ғана ашық. Ол үшін Қарқаралыны бар қырынан тану керек. Ардақты ағайын, бүгінгі таңда осы Саумалкөлге арнайы арнауын алып келген күмбірлеген қасиетті домбыраның шанағында мына сіздердің қошеметтеріңізбенен қарсы алып жар салып отырыңыздар. Бүгінгі Саумалкөлге арнайы арнау орындайтын ортада Жандос Иманбай. Қос оқып отырайық дәстүрлі әнші сіздер үшін. Көпшіліктің ауып тұршын, ел жұртты бұл жағажай сауықтырсын. Саумалкөлдің суының емеді бар, емделгендер шипасын тауып тұрсын. Бұл жерде жақсылардың ізі қалған, серілер Саумалкөлдей сауық құрсын. Ашылған жағажайын құтты болып, жаратқанның рахымау жауып тұрсын. Қазақ болып туылмағандан кетерім, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерім. Желдей жүріп жылғанымдай жалғанда, аламанда ат отырмай кетерім. Қазақ болып туылмағандан кетерім, өкінішпен өрделерім өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді
ашып арызыққа сағаным, жан досымды жауына тастағаным. Достарым, сендерге